Үлгесін дұрыстап үлу керек. Полициясың ғой? Полиция о. Тағымдарыңыздар шешіле болады. Иә. Бүкіл тағымдарға айтып отқанымды қояды. Тағымыңыздар сұлу болады, дұрыс айтасыз. Темекі шек көрдің ба? Ей! Темекімен болмайды, брат. Шешесі жалда отырып қойна. Ей, басымен айналып өтір жа. Қашып кетті ана балдар ақшасын төлемей, прикинь. Жоқ, ана бірінің ішіне кіріп кетіп еді, таппай қалдым. Таппай кетті онда. Еркен азды күлкің, асыл маржаным, шұғылалы нұрлы жарқын жанарың. Құлпырасың гүлдей сұлусың, бой жеткен жайма шуақ күндей жайнап ажарың. Мұңғыр алған тал шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, сұлу бой жеткен. Ақ қанаты арманым сен, жүрегімнің аңсары сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бой жеткен. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді ПТК арнасының көрермендері. Мен негіз таксовать етіп жүрген адам. Білесіздер ғой, бүгін мынау линияға шықтым. Құдай қаласа қазір клиенттерді апаратын боламыз адрестерге. Ыңғай кеп атса қызықты таксида болған жағдайларын сұраймыз, әңгімеге тартып көреміз. Дальше қалай болатынын білмеймін өзім. Көреміз по ходу. Олай болса сәттілік, кеттік. Так, бисмилля, кеттік онда, балдар. Я, отыра беріңіз. Сәлеметсіз бе, қалайсыз, жақсы ба? Жақсы. ПТК емес па? ПТК, я, мені танисыз ба? Иә, танимын. Мен СММ-мін. СММ-шіксіз ба? Иә. Ой, керемет. Сіз маған қызық история айтып бересіз. Есесіне мен таксидің ақшасын аламын. Келістік па? Келісеміз ба солай? Айтып беріңіз бір күшті история. Басыңыздан өткен, танысыңыздардың басынан өткен, разница жоқ. Таксиде телефон қалдырып кеткем. Өзіңіздің телефоныңыз ба? Қасымдағы кісінің телефон қалып кетті үйдегі. Үйге барғаннан кейін хабарласқан кезде сол таксистпен біз ұрысып келдік, білмеймін, бір жолай адам алды да бізбен бірге. Бізді қымбатқа апарды да, ол кісі бізден алыс тұрады, ол кісіні арзанға апарып тұр. Соған біз бір-бірін түсінбей ұрысып қалдық, білмеймін сол жерде. Сол кезде үйге барсақ телефонымыз жоқ. Біз ойладық, мына кісі телефонымыз қайтармайды шығар, жаңа ұрыстық қой деп ше. Білмеймін, хабарластық, бірақ 1000 теңге алып барып телефонды қайтарды ше, жаңағыдай. 1000 теңге бересіз, содан кейін барып қайтарам деген сияқты қылып. Сондай история болды. Өзім сол кезде аяғым ауырды ғой. Сол аяғым ауруына қарамай сондай әңгіме естігенге жаман өзім жылап қалғам. Ей, босай қорбайынан қай. Ақылы, енді. Сәлеметсіз бе, қалайсыздар? Жақсыздар ма? Сау өзіңіз. Жүрба. Мені сөйлеттім. Сүйрей ба? Сүйрелейміз ба? Жоқ, осы қылмай отырамыз, кәне. Тасып кететін аға. Күшті қызықты история. Сіздің историяларыңыз ғана есімізде. Студент кезімізде болған. Студент кезімізде. Босып болғанбыз ғой кейде. Ойлайсызкен, қазір ұяламыз. Ой, енді қаншама жыл өтіп кетті ол. Не қылады ол? Айта бер. Қайда оқыдыңыз? Медколледжде. Медколледжде? Клубтар шығып бір лақтырып кетіп тұрсыз ғой бір таксистті. Сөйтіп тұрқ қой, сөйтіп қой. Ағай, ау. сөйлесе жібересіз қой, я? Қайқа жіберейін? Далаға қой жіберейін. Далаға қой жіберейін ба? Болды. Каспий номер. Жоқ, Каспий айтпайын. Айтсаңшы саған әлетшік жоқ менде, аналым жоқ менде. Ой, жұлдыздағы родной. Қалайсыздар ай? Көке, мен танисыз ба, танымайсыз ба? Танымадым. Неге сіз көке, қай жылғысыз?
Қазір 70-темін, 55-мін. Кешеден табым болам. Табын? Ох, нағашым болдыңыз онда. Немере бағу ма жұмыс көке? Жұмыс немері бағу енді басқа не қалды енді. Бір болған қызық айтайын. Айтыңыз. Мен бұрын маршрутта жұмыс істегенмін өзім газеліммен. Оған екінші маршрутта жүргенмін 2000 жылы. Оған кешке маршруттан таңат 11-де келдім. Үйге келсем, бажам келіп кеткен екен, кішкентай баласының атын мен қойғанмын. Айдос деп. Сол бала қоймаған ғой жылап. Ана, дәупақпа барам деп. Келген, әкесінен қалып қойған. Мені көрем деп. Мен келгеннен кейін мен Моншаға түсіп кеттім. Шықсам жылап отыр екен. Неге жылап отыр? Ойбай үйге қайтам дейді. Газельге мініп алып, жаңағына баланы комсомолға алып бардым. Баратқанымда жолда тұрған гай жоқ еді. Қайтып келе жатсам комсомолдың ішінде восьмеркіменен бір милициятор екен. Қолымда таяғы бар. Тоқтадым. Документті бердім. Мен Моншадан шыққан адам екі бет қып-қызыл өртеніп тұрған. Ішіп алыпсың деді. Жоқ, ішкен жоқ. Осында Моншадан мына бала жылап қоймағасын. Алып келіп кетіп баратырмын десем тыңдамайды. Документті берсем бермейді, ішіп алғансың деп. Енді жүр барып, неге барайық? Медпүлдірділге барайық. Тексерейік десем, жоқ. Бұл кезде гайда істейтін бөлім бар еді, майор. Соған барайын деп, без документ машина мініп кетем ғой. Олар алады айтады осындай газельдің шофері мас. Тыңдамай бізді кетті деп. Кетсем, інім үйінде жоқ екен. Қайтып, жаңаға жерге келдім ғой. Ол жерде емес екен, бұрынғы мяс комбинат соның қасында тұр екен, бәрі жиналып қапты. Машинадан түсіп бір екі жігіт тұр екен, гражданский формада амандастым. Кетіп қасынан өтті, мынау өтіп баратырмын. Бір уақытта айтады, мынау адам деген мас емес қой дейді, екеуі айтады бір-біріне. Айтамыз көке, историяңызды айта беріңіз. Историяңызды айта беріңіз. Керек емес көке, төлемейсіз. История айтсаңыз болды маған. Мынаған дейді, қазір Ақсайға барып, трамбовка салу керек қой дейді. Естіп қалдым да енді. Алдымдағы тұрғандармен барып амандастым. Соның біреу айтады, Ақсайға барып қамаймыз машинаны. Неге мен мас емеспін ғой десем, жоқ, қамаймыз. Сосын рөлге анасы, жаңа мен тоқтатқан сыралей отыратын болды, сартликтен. Жоқ, дедім, мен өзім отырам. Қасымда балам бар. Сосын рөлге отырдым. Сосын айтып, машинаны қоттам, орнынан қозғалым, жаңа машина ғой. Машинаны қоттадым. Сосын інім дедім, өлгесін дұрыстап өлу керек дедім. Өлгесін дұрыстап өлу керек. Дедім, мініп алдым да машинаны. Ақсай емес, үйге қарай кеттім. Мынадай стол отырады ғой. Ана оң жақта отыр ғой. Оң жақты столға алып келем былай. Етіп келем деп өйтіп ұрып кетем. Екінші рет неған кезімде рөлге жабысты. Былай ұрдым. Отыр дедім. Вот өлеміз ба дедім, дұрыстап өлеміз дедім. Отыр. Осылай ұрдым. Столға отыр. Балам қатып қалған, оған былай отыр. Қозғалмайды орнынан. Сөйтіп не керек, бір 10 шақты столға кетіп келдім. Ана старалейдің өзі сөйлеуге несі қалмады. Тіл жоқ уже сөйлеуге. Есік алдына келдім де, әйелім есік воротын ашып еді. Задний ходпен қораға кірдім де, ал жігіттер жақта аман болыңдар кете беріңдер дедім, кетті. Енді ертеңіне барып документ алайын дедім, анау мен происшествие ғой енді анау деген. Ана гайдегі інім айтады, 945 деген газет. Өмірі таныс дейді да, кім екенін не қыламай тұрдым дейді. Тревогымен бізді көтеріп дейді. Осындай газель шофер мас, залогқа жаңағы старшын лейтенант алып кетті деп. Сонымен барсам әлі документ өтпеген. Олар өткізу керек қой бірден өткізбеген. Сонымен документімді алып ертеңіне кеттім. Айттым, сендерге проблема керек болса, мен қазір жазам істеріңнен. Одан да давай документті беріңдер ма. Өйткені олар өткізбеген. Өздері виноват қой. Уақытында өткізбеді, өздері виноват. Сондай бір происшествие болған. Қызық болыпты көке. Ұрыпсыз. Так, балдар кеттік дальше. Тоқмағамбетова көшесі. Уалейкум ассалам. Ой, қалайсыз? Амансыздар, жақсысыздар? Ештеңіз амансыз жүріп жатсыздар? Жақсылар. Надай ғой суть, короче, бізде қызықты история айтып бересіз маған бір история. Қалайсыз төлемейсіз сосын? Қысқасы бір істей алау. Бір сестра шыққан ғой енді. Әкесімен сөйлесіп, сөйтіп, сестра көңіл табу керек қой. Сөйттім да,
гүл жіберем деп шештім. 301 гүл деген бар емес пе? Аха. Ана қыздың несі бар? Телефон номері бар? Короче, қызға гүл жіберу керек Иә. болды. Сестрасына шықтыңыз ғой, короче, иә? Жоқ. Қыздың өзінің номері бар. Аха, қыздың номері. Қызға жіберу керек. Аха. Енді қызға жіберсем, телефонмен не істесем, ана не істемейді, короче. Маған жіберме, мен керек емес деген сияқты. Қайтарып тастады. Ой, я пустамайдан қара. Содан, короче, бір доставка атты такси еще. Бір доставка, короче, звондап, немен не істеймін де. Содан екінші такси шақырдым ананың қасына. Өзім қасында емес. Екінші такси келді, екінші такси, енді бір нәрсе алып жеткізіп бер ана. Сосын примерно адресін біліп алдым да, короче. Бірденмен сол. Біраз уақыт өтіп кетті. Сосын, короче, заборы мынадай деп түсіндіріп апардым, короче, сөйтіп жүрген кезде күн аяз ғой енді, біз батыс Ақтөбе. Қыстың кезі бар. Бай тасып жүргенде ана гүлдерім түсіп кеткен ғой. Кем ба гүлдер? Ақыры үйіне кіріпті әйтеуір. Қырсықпау керек ғой, ұпсамай. Қырсықпағанда жаңа нормально гүл алады. Обал болған екен. Сестренкам, Прада еп, затын теп болам дегенше, мамасы отырып деп ойлап, кішкентай 2 жастағы қызын алып кетіп қалыпты бірінші нәрсе. Таксист па? Иә. Мамасы жылап келіп, телефонды сол қызының қолына қалып қойыпты. Шошып бәріміз звондаса көшірмейді ойнап кетті қыз. Таксист біраз өткеннен кейін мама дейді, телефон звондайды, артына қарасып, өпесі өз болып отыр. Мамасына бір нәрсе болып қалды ма деп артқа қарағанмын дейді. Мамасына істейміз, ұзаққа қараймыз. Ахмет адресін кете бер деп жатыр. Келіп жатса біз күтіп аламыз деп. Мамасы жап сөйтіп қойған. Давай. Солай, сенде телефон сондай бар ма не? Сондай сенде телефон ба? Иә, рация ғой, сабағам ғой. Полициясың ғой? Полиция ғой. Сақалда бар ма не? Сақалда да бар. Сатып алдыңыз ғой? Сатып алдық қой, я. Қақта сатып алдың? Базардан сатып алдық. Базар? Менің қазір таксистке келгенде андай болды. Қазір менің анам болған, қазір қайтыс болды, бірақ сол анам мен постоянно біз андай бір жерге қонаққа барамыз, неге барамыз, таксиге мінеміз. Постоянно ол кісі осында артқа отырады, мен алдына отырамын. Таксиге мінемін де бірден таксистке. Номеріңді айтып жібересіз ба деймін ғой бәрінде. Так, атыңыз Қайрат ба, там бірдеме ма десем, иә дейді, жазып аламыз, жіберіп отырамын, ақша жіберіп. Ол білмейді маған, артына отырады. Маған бір кезде үндемейді, уже біраз болды ғой енді, біз баняға барамыз, қонаққа апарамыз, әйтеуір сөйтіп жүргенде. Осы сен не дейді, осы таксиге мінсең, таксисттердің нөмірлерін жазып ала бересің дейді маған. Өлгенше таксистер өліп күліп жатыр, мен айтамын, мама ақшасын төлеп жатыр десем, дейді ғой. Осы сен не дейді, таксисттердің нөмірін жазып аласың, мінсең болды. Не дейсіз өзіңіз? Өзім табынмын. Табын, мә. Ұқсап тұрсыз. Барған жерім қожа. Табынға ұқсап тұрсыз. Табыныңыздар еще сұлу болады. Иә. Бүкіл табындарға айтып жатқаным деп қояды дейді. Табыныңыздар сұлу болады, дұрыс айтасыз. Төлемей кеткен моменттер болды ма? Сол күйі ұмытылып кетіп, қайтарып алды ма? Қандас не алып деп. Бір моментте сөйлесіп отырып, әңгіме өтіп, басқа біреудің нөмірін аударып жіберіппін. Сосын мен түсіп кетіп барқаннан кейін сигнал береді бір. Қарамаймын өзінше болып. Осы қарасам сол. Бізге маған түскен жоқ дейді. Ой деп бүйтіп ашып қарасам историямды. Басқа біреуге кетіп қалып. Бұрында Барақолкіде жолдас болып екенбіз. Не ұстап тұрғанбыз ғой, такси ұстап тұрғанбыз ғой. Осы Барақолкінің астында сәлем деген жер бар емес па? Такси ұстаймыз да, сәлем дейміз. Осы қанша дейді? 1000 теңге. Жоқ, бізде ақшағыз ғой енді 500 теңге ма сондай. Жетеді тағы сәлем дейді, бәріне сөйтіп айтып отырып, бір орысқа сәлем дейміз қой. Привет дейді. Тоғызы қойсың ба? Темекі шек көрдің ба? Темекі айтшы. Ей! Қызылға келдің ғой сен? Комментарийға жазып отырыңыздар, достар. Ең ұзын көше Қызылордадағы. Тапқан адамға 1000 теңге Каспийна аударып жіберем. 1000 демей қойын, 5000 аударам. Кеттік. Ассаламу алейкум. Брат, темекімен болмайды бізде. Темекімен болмайды, брат.
ішіге жолда отырып қойын. Ішіге Сіз машина ішін бүлдірді ол. Зайбалын ақсу тезер қойын. Истамасыздар ма? Демалып қатысыздар ма? Ішіге келді қазір бала. Соны жуатсыз ба әлі? Жуатым. 3 жыл болды, каждый туған күн жуасың ғой баланы. Содан да 12 бала отырамыз ғой кафеде. Бір өзім төлеймін ғой шөт. Адамдар деген пиздец қойып. Ne bilir mi? Тоқтасай. Бля, братчик, тоқтасай. Аспарасың ойнақ үйден. Ey? Ay. Sağlıksız bu. Ya. Так, несіз? Табын? Мә, бүгін табындар тасумен болдым ол. Ё-майо, табын деп қатырым өзімде ішімнен. Қандай табынсыз? Барлыбай табын. Сақал сен қандай табын едің? Жақап табын, иә. Жаңағы жұмыс қой. Қайсы, кітапханадасыз ба? Мә, сағат. Андай, көп кітап оқитын сияқтысыз. Оқымайсыз ба? Бізде бір другымыз бар. Талғат Меңдібай деген, білетін шығарсыз? Ойбай. Оның кітап оқыған енді страшно. Құрсын. Құттыға бол. Братчик, артына тұр ба. Қайдан қайттыңдар? Осылар көйіп кеткен қазір қалай, Сасау. Негізі таксовать етіп жүрген адамын ғой. Сонымен жаңа банкте істеймін дейтін бір 2 қыз мінді. Сонымен жаңа кафеге деді, апарып тұстадым. Сөйтіп дальше кетіп баратсам, машина артты бірден құз дейді ана жерде. Аяпты телефондарын ұмытып кетті екен ғой деп. Тоқтап бірден. Машина сиденьен қараймын, жоқ телефон. Соған жаңа сиденьен астына шығып жатыр жаңа, құз деп күшейіп баратыр дауыс. Шамайды деп қолымды сиденье астына тығып алсам, қалай бір зат жаңа. Қалай бір балықтың еші шығады. Мына жерде кнопкасы бар екен. Басып айналып жатыр жаңа. Сонымен жаңа тамақ істейтін бірдеңелер екен ғой дедім да. Тұрып, гаишный жігіттер келді. Че там, братан, сен извращенецсің ба дейді маған. Извращенецсің істейді, документтеріңді берші дейді. Мына қол істемей қалған, ол кезде қолым сынып қалған ғой. Аузыма салып, документтерімді алып жатыр ем. Маньяк деп қолымды қайырып жатыр жаңа. Сонымен жаңа енді өліп жатыр қой жаңа. Карбюратор ма? Генератор ма? Бірден тырғап кететін бірден екен ғой, япышамайды жаңа. Қыздардың бірден кесі ол. Сондай история болған басында. Қыз бұрадың бір зат алып шықпын. Қашып кетті ана балдар ақшасын төлемей, прикинь. Жоқ, ана көрген ішіне кіріп кетіп еді, таппай қалдым. Тастай кетті онда. Давай. Жастар. Так, құрметті қадірменді ПТК арнасының көрермендері, біздің бүгінгі съемкамыз осымен аяқталды. Амандық болса, енді басқа қалаларда тағы түсіріп бастаймыз. Астана қаласынан келесі съемканы жалғастыратын боламыз. Дәл өйстіп таксовать етіп, жаңағыдай пассажирлардың реакциясын түсіретін боламыз, историясын тыңдайтын боламыз, әңгіме айтамыз. Қызықты. ПТК арнасы қосылу болсын.